Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін жұмыртқасыз котлет дайындайтын боламыз. Ең алдымен нанымызды суға салып қоятын боламыз. Тартылған ет, бір бас пияз және чесногымызды теркадан өткізіп қосатын боламыз. Дәміне қарай қара бұрышымызды, тұзымызды қосамыз. Нанымызды осылай қолымызбен суынан ажыратып, оны да қосатын боламыз. Барлығын жақсылап ұрғылау арқылы араластырамыз. Осылайша котлеттерімізді формаға келтіріп, ұнымызға 1-2 рет аунатып алатын боламыз. Барлығын дәл осылай дайындап аламыз. Және қызып тұрған майымызға қуыра бастаймыз. Жұмыртқасызда еш ажырап кетпейтін болады. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Осылайша екі бетін жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Еш ажырап кетпейді. Өте дәмді болып шықты. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.